Сәлеметсің бе, 4-ші сынып оқушысы? Қазақ тіл сабағына қош келдің. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жатты септік. Сен бүгінгі сабақта жатты септіктің жалғауларын білесің. Сөйлемнен жатты септік жалғаулы сөздерді таба аласың. Ал енді балалар, сабағымызды бастамай тұрып, өтілген септіктерді бірге қайталайық. Септіктердің сұрақтары мен жалғауларын бірге ата. Атау септік. Оның сұрақтары кім не, кімдер нелер. Ілік септік. Сұрақтары кімнің, ненің, кімдердің, нелердің. Ілік септік жалғаулары нын, дын, тын. Барыс септік. Сұрақтары кімге, неге, қайда, кімдерге, нелерге. Барыс септік жалғаулары ға, ге, қа, ке. Табыс септік. Оның сұрақтары кімді, нені, кімдерді, нелерді. Жалғаулары ны, ды, т. Жарайсыңдар. Естерімізге түсірген болсақ, келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға қарайық. Ойлан тап. Қыста ғана болады, ұстасан, қолын тоңады. Ол не? Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой. Оның жалғауын тап. Бұл сөз қай септікте тұр? Ойланайық. Уақыт кетті. Балалар, өз жауабымызды салыстырып көрейік. Қыста ғана болады, ұстасаң, қолын тоңады. Бұл жұмбақтың жауабы қар. Қарамен жазылған сөз қыста. Қайда? Қыста. Яғни қыс деген сөзге та жалғауы жалғанған. Бұл сөз жатыс септігінде тұр. Балалар, есімізде сақтаймыз. Жатыс септігінің сұрақтары кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда. Жатыс септігінің жалғаулары да, де, та, те. Келесі тапсырмаға назар аудар. Орындап көр. Мәтінді көшіріп жаз. Мәтінге ат қой. Арша тасты жерлерде, таулы аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін оның жемісін пайдаланады. Құрамында эфир майы, қант, алма қышқылы, минералды тұз бар. Жатыс септігіндегі сөздерді тап. Өзіңді тексеріп көр. Бұл мәтінге арша деген атты қоюға болады. Бұл мәтіндегі жатыс септігінде тұрған сөздер аймақтарда және құрамында. Балалар, келесі тапсырма сәйкестендір. Берілген септіктерді өзінің жалғауларымен сәйкестендір. Уақыт кетті. Қанеки балалар, бірге тексеріп көрейік. Ілік септігі жалғаулары нын, дын, тын. Барыс септік жалғаулары ға, ге, қа, ке. Табыс септік жалғаулары ны, ды, т. Жатыс септік жалғаулары да, де, та, те. Жарайсың балақай, тапсырманы дұрыс орындадың деп ойлаймын. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты қорытындылап өтейік. Сен бүгінгі сабақта жатыс септік жалғауларын білдің.
сөйлемнен жатыс септік жалғаулы сөздерді анықтадың. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.